Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін біз ойын схемасын TikTokта барлық жерде көрсетілетін авиатор ойыны бар. Осы ойынды қазір сіздермен бірге тексереміз. Яғни осы жерге мен өзімнің шын ақшамды салып, ары қарай ойнап көрсетемін. Осы жерде біз екі стратегияны қолданып көреміз және сол арқылы ақша тауып көреміз. Шынымен де ақша табуға бола ма, әлде жоқ па, соның барлығын сіздерге осы видеода көрсететін боламын. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер. Сонымен қатар достар, тағы бір айтарым, осы ойынды мен әділ түрде тексеремін, сондықтан да ешқандай ссылка сіздерге қалдырмаймын. Осы жерге регистрация жасадым, енді маған касса арқылы өзімнің счетымды толтыру керек. Ал достар, мен өз счетымды 2000 теңгеге толтырдым. Қазір осы ақшаға ойнап көретін боламыз. Барлығын толықтай көріңіздер. Міне авиатор ойыны играть деп басамын, ешқандай демо счет емес. Ал ойын бізсіз басталып кетті. Келесі ойынға қатысу үшін мен осы жерде 30 деген таңдап ставка басып көремін. Енді осы жерде бізге обналичить дегенді басу керекпіз. 30 теңге болды. Мысалы 1.70. Яғни поздравляем, вам начислено 160 пин койны дейді. Яғни жаңа мен вроде оттым. 2019 теңге болды. Жаңа айтып кеткенде мен осы жерде екі стратегияны қолданып тексеретін боламын. Біріншіде біз бір сделкаға кіреміз, екіншісін пропуск жасаймыз да, үшіншісіне қайтадан кіретін боламыз. Міне достар, қазір ставка 100 теңге қойып отырмын. Келесі сделкаға кіреміз. Жаңа ойынды күтудеміз. Обналичить деп шықты. Бізде 1919 теңге, яғни 1.30 коэффициентте ұшып кетті. Ол дегеніміз ұтылдық деген сөз. Осы ойынды қазір біз тоқтатамыз да, келесі сделкаға кіреміз. Оны қазір сіздерге тез өткізіп жіберіп отыратын боламын. Қайтадан 100 теңге сделкаға кірдік. 1.40 болған кезде қазір тоқтап көреміз. Әзірше күтудеміз. 1.20 31, мәне 45. Біздің тапқанымыз үстінен 40-45 теңгеде примерно. Егер де мен осы жерде тоқтамасам, онда 100 теңгеден примерно 500, мына жерде 6-ға дейін кетіп баратыр, яғни 600-700 теңгеге дейін табуға болады екен. Даже 1000 теңге осы сделкадан. Сондықтан да қазір келесісін күтеміз де. Үшінші сделкаға кіреміз қайтадан. Біздің қазіргі балансымызда 1963 теңге бар екен. Көрдіңіздер ғой достар, мына жерде 1.06-да ұшып кетті. Біз сделкаға енді келесіне кіретін боламыз. Бұл ойындар әрине кішкене азартны, сондықтан да өздеріңіз ойнайсыздар ма, ойнамайсыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Мен тек қана осы ойынды қазір тексеріп жатырмын. Қазір бізде обналичить деп шығып тұр. Күтейік, 2x болғанға дейін мүмкін ұтуға болатын шығар. 2x, яғни 202 теңге болды. Біздің қазір балансымыз 2065 теңге. Ары қарай жалғастырып көреміз қазір. Әзірше плюстамыз, кішкене болса. Және достар, сіздерге айттым ғой, екінші стратегия бар. Ол жерде біз бір сделкаға кіреміз. Егер де ұтылып жатсақ, өзіміздің счетымызды 2x-ге көбейтіп отырып қатысатын боламыз, пока ұтпағанша. Оны сіздерге қазір көрсететін боламын. Тек қана видеоға лайк басып, осының соңына дейін көріңіздер. Ставка қайтадан 100 теңгеден 1.50 мен тоқтасақ болады. Ол дегеніміз примерно 50 теңге болады. Міне достар, 153, яғни 53 теңге таза пайда. Қазіргі біздің балансымызда 2118 теңге бар екен. Осылай достар, келесі сделканы қазір мен пропуск жасаймын. Ал біз 200 теңгеге міне ставка қойдық. Күтеміз ойынды. 2500-ге дейін, 250, яғни 300 теңгеге дейін жеткізіп көрейік. Обналичить бастым, 314, яғни біз плюстамыз. Қазір біздің баланста 2236 теңге бар, яғни 236 теңге таза пайда екен. Енді достар, келесі ставкаға да 200-ден қоятын боламын. Қазір барлығы тез болу үшін. Осы ойынды қазір пропуск жасаймыз, келесіне қатысамыз. Ал келесі ойын, тағы 200 теңге қойдым. 300 болған кезде шығарып алуға тырысамыз. Жоқ, 1x пен ұшып кетті. Ол дегеніміз барлық ақша жаңағы тапқан ұтылып қалдық деп айтуға болады. Осылай достар, ал енді екінші стратегияны қолданып көреміз. Ол үшін бұл жерде біздің план 100 теңгеден қоямыз, яғни ұтылған сайын 2 есе көбейтіп отырамыз. Ал мысалы 100 теңгеден қойдық қазір, 170 теңгеге дейін жеткіземіз. Егер де ұтылсақ, онда 200 теңге қойып, уже 2 есеге көбейтетін боламыз. Егер де 170 теңге тапқан жағдайда, онда қайтадан 100 теңгемен ары қарай ойнай беретін боламыз. Келесі қайтадан
100 теңге қоямыз. Әр ойыннан 170 теңге тауып отыру керекпіз. Стратегия бойынша. Жаңа ойын басталды. Біздікі 170 теңге. Ешқандай азартқа берілмейміз, тек қана мына 170 теңгені таптық, яғни шығарып алып отыру керекпіз. Тағы қайтадан келесі сделкаға 100 теңгеден қоятын боламыз. Тағы қоямын 100 теңге міне. Егер де ұтылсақ, ақшамызды қойған 2 еселейміз. Қайтадан 170-ке жеткізу керекпіз. 160-170 теңге міне. Тағы ұттық. Қазір балансымызды 2261 теңге қайтадан, яғни келесі сделка убыточный болатын сияқты, сондықтан да қайтадан 100 теңге қойдық міне. Күтудеміз. 165 теңге ұттық, 1.80-де ұшып кетті, тағы плюстамыз. Жалпы бұндай ойындарды мен өзім ешқашан ойнамаймын, және де жай ғана ақша табу үшін бұндай ойыннан сіздер шынымен де көп ақша таба алмайсыздар. Одан да менің жаңа ютубтағы видеоларымды көріп, сол жерден күнделікті ақша табуға болады. Міне достар, мен айтып жатқанша 1x болды, яғни 100 теңгеден ұтылдық. Келесі сделкаға біз 200 теңге қоямыз, яғни өзіміздің жаңағы ұтылған ақшамызды қайтарып алу керек. Ол үшін біз 400 теңге примерно табу керекпіз. Күтеміз. Егерде 400 теңге тапқан жағдайда, міне достар, 398, яғни плюстамыз, қайтадан өзіміздің бірінші балансымызға келеміз. Ол 100 теңге. Өте ақырын басталды. Тәгі 156, үлгермей қалдық, яғни балансымызды қайтадан 2 есе көбейтеміз, келесі сделкаға кіреміз. Әзірше бізде 2124 теңге бар екен. Негізінде бұндай ойындар на расстоянии всегда минусқа кетесің, міне айтқандай, яғни 200 теңгені ұтылған жағдайда біз енді 400 теңгеге сделка ашатын боламыз. Міне ставка 400 теңге, яғни біздің задача 800 теңге табу керекпіз. 800 теңге бар. Міне достар, яғни біз қайтадан плюстамыз, біздің балансымызда 2560 теңге бар. Ең бірінші ставкаға келеміз, ол 100 теңге. Осылай достар, жалпы ешқандай қиындығы жоқ. Осы жерде жай ғана ойнап, осылай развлечение ретінде көруге болады. Былай нағыз ақша табуға болады деп айта алмаймын бұл жерден. Міне 1.68, яғни 60 теңге, 68 теңге үстінен тағы да ұттық. Осылай жалпы келесі сделкаға тағы да кіретін боламыз. Қайтадан 100 теңгеге, егер де ұтылып жатсақ, онда көтереміз 200 теңгеге. Оны біз 200 теңгеден 400 теңге табуымыз керек. Жалпы осылай достар, менің балансымда 2000 теңге болған, қазір основной баланста 2630 теңге бар екен. Осы соңғы сделкаға кіріп көрсетейін сіздер үшін. Күтудеміз, осы жолы 200 теңге тауып көрейік осы 100 теңгеден. Күтеміз ары қарай. Так, 199 теңге таптық. Қазір балансымызда 2729 теңге бар екен. Осылай достар, ең басында менің балансымда 2000 теңге болған, қазір 2729 теңге. Осы ақшаны сіздердің араларыңызда ойнататын боламын, сондықтан да ол үшін сіздерге біріншіден менің осы каналыма подписка жасауды ұмытпаңыздар, осы видеоға лайк басып, комментарийға өздеріңіздің қалай ойлайсыздар, осы ойындарды ойнаған жөн бе, әлде дұрыс емес па, соның барлығын жазып кеткендеріңіз дұрыс. Егер де сіздерге осындай видео ұнаса, онда әртүрлі ойындарды тексеретін боламын сіздер үшін, сондықтан да лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Жаңа айтқандай, менің балансымда 2729 теңге бар, егер де округлить етсек, ол дегеніміз 2500, 5 адамға 500 теңгеден жіберетін боламын.